Біздің қарттар біледі, ертеде бұл жерлерді Ашу деген құбыжық басқарған, және оның адал қызметшілері қырт пен өрмек. Бірақ бір күні мынадай жағдай болып қалды. Алыстан арба келе жатқан еді. Оның ішінде екі адам болды. Біреуі әскери қызметкер, екіншісі аңшы. Жолда олар әдем есімді жалғыз тұрған қызды кездестірді. Әскери қызметші арбаны тоқтатқанда қыз одан сұрады: «Қайда бара жатырсыз, аға?» «Көзіміз қайда қараса, со жаққа бара жатырмыз, қызым», оған жауап берді сарбаз. «Қандай жақсы», қуанды қыз, «мен де сол жаққа бара жатырмын» деп, және өте тез арбаға секіріп кетті. «Неге алдың? Серуендеп бара жатқан жоқпыз ғой», аңшы оған күбірлеп сөйледі. «Білмеймін», абдыраған кейіп танытып, иығын көтерді сарбаз. Аңшы көңілсіз қызға жақындай отырып, былай деді: «Бізді суық, аштық, мүмкін өлім күтіп тұр. Сол жерге барамыз. Саған не керек онда? Сенде қылыш бар ма? Сен күресуді білесің бе?» «Кіммен күресу керек?» қорқып сұрады қыз. «Ол сенің шаруаң емес, құпия». Аңшы әңгімені үзіп үнсіз қалды. Ал осы уақытта, дәл осы сәтте, қырт жақын жерде отырып, бәрін естіді. Тағы бірдеңе естимін деген оймен арбада біраз отырды да, содан кейін жүгіре жөнелді, тікелей есіне. Соңғысы бұл кезде үңгірде жатып, өрмекпен сөйлесіп жатқан, дәлірек айтсақ, қол астындағы қызметкердің мақтауын тыңдады. «Қалай нашарлап кеттіңіз? Соңғы кездері зұлымдығыңызды қалай жарқыраттыңыз?» Кенет қырт жүгіріп кіріп айқайлады: «Жаулар, басеке! Шабуыл! Шабуыл!» «Жаулар? Шабуыл? Қайда олар?» деді құбыжық. Ашу үңгірден шығып, жардың шетіне қарай жүгірді де астына қарады. Келе жатқан арбаны көріп сұрады: «Осылар ма қырт?» «Иә», деді ақырғысы. Ашу жағдайды өзінше шешіп, қызметшісіне айтты: «Сен оларды құртасың», деп өз үңгіріне кетті. Осы кезде біздің арбамыз тасты жермен сапарын жалғастырды. Бір үлкен тастың жанынан өтіп бара жатқан достарымыз көмек сұраған дауысты естіді. «Көмектесіңіздер! Көмектесіңіздер!» Әдем тез арбадан секіріп түсіп, солпыңдап бара жатқан ақ раушан гүлін көрді. Ол құмырамен суды алып, гүлді суарды. Раушан бірден жанданып, гүлдей бастады. «Рахмет, мейірімді қыз», деді раушан гүл. «Мейірімділігің үшін мен саған осы раушан гүлінің бұтағын беремін. Ол жай гүл емес. Адамдар өтірік айтса, қызарып кетеді». Қыз бұтақты алды да әр қарай жүрді. Кенет жолда сарбаздың қасына қойша киінген қырт отырды. Сарбаздың қарапайымдылығын пайдаланып, оны теріс жолға салғысы келді.
Бірақ дәл осы сәтте қыздың қолындағы раушан бұтағы қызарып, әдем қырттың өтірік айтып тұрғанын түсінді. Әдем сарбазды түртіп, оған тезірек білгенін айтты. Қырт оның өтірігі ашылып қалғанын түсінді де, терісін тез шешіп, арбадан секіріп түсті. Оқиғадан есін жиған саяхатшыларымыз түнде тоқтауды ұйғарды. Тез кешкі ас ішіп, ұйықтауға жатты. Ал түнде қырт жылқы ұрлауды шешті. Жылқыға жақындай бергенде, жылқы қыртты көргенде қорқып кетті және жындана бастады. Аңшы мен сарбаз жылқының жынданып тұрғанын естіп, әп-сәтте оянып кетті. Ашуланған атты көріп, аңшы арқанды алып, оған жүгіріп барды. Қырттың мойнына ілмек лақтырып жіберіп, сарбаз оны ағашқа байлады. «О, бұл менің кінәм емес, мені ашу жұмсады», қатты қорқып кетті қырт. Сарбаз қырттың айтқанына мән бермей, қызға бұрылды да айтты: «Сен оны күзетесің, біз атты тез ұстап қайтамыз». Солдат пен аңшы кеткенде, қырт қызға жалынды: «Жіберші мені, мейірімді қыз, мен енді ешкімге жамандық жасамаймын», айтып жылады қырт. Қыз раушанға қарады, раушан ақ болып қала берді. Бұл қырттың шындықты айтып тұрғанын білдірді. Әдем тұтқынды босатып жіберді. Құтқарушысына қырт алғыс айтып, тез кетіп қалды. Сарбаз бен аңшы келгенде бірден ренжіді. Шыдай алмаған аңшы ашуланып солдаттың құлағына сыбырлады: «Ол жауды аяды, оны бізбен алудың қажеті жоқ. Ол бізбен бір жолда емес енді, кеттік». Сарбаз қызға өкінішпен қарап, кетіп бара жатқан аңшының соңынан үнсіз аяңдады. Осы кезде жартастың арғы жағында арбадағы достарымызды аңдып тұрған Ашул мен оның көмекшісі Өрмек сарбаз бен аңшының қызды тастап кеткенін көріп, қуанып қалды. Сонда Ашул Өрмекке айтты: «Жүгір, Өрмек, сенің уақытың келді». Өрмек басын изеп кетіп қалды. Жалғыз қалған әдем таудың төңірегін аралап келе жатып, ішінде шұңқыры бар емен ағашына тап болды. Шұңқырды қарап шығып, оған кіріп жатып қалды да, қалай ұйықтап кеткенін байқамай қалды. Өрмек қыздың ұйықтап жатқанын пайдаланып, сілбімен кіреберісті қалың жіппен жауып тастады. Бойжеткеннің жібін үзбейтініне көз жеткізген соң, иесіне жүгіріп кетті. Әдем оянған кезде кіреберіс үзілмейтін күшті жіппен жабылғанын көріп, жылай бастады. Қыз тұзаққа түсіп қалғанда, біздің сарбазымыз бен аңшы Ашулды тауып алып, оны қапқанға ұстауға келісті. Бірақ жақындап келе жатқан жауды Ашул көріп, айқайлап сөйледі: «Менімен шайқас қыларың келіп тұр ме? Сонда бастайық па? Әлде сендер ойыңызды өзгерттіңіз бе?» Ол сарбаз бен аңшының жағасынан ұстап,
зынданға лақтырып жіберді. Батыл жігіттерсіңдер, маған қызмет істейсіңдер ме? Ит болып, үңгірді күзету үшін. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ал сол кезде біздің қыз көмекке келген қыртты көрді. Ол жіпті шайнап, қызды босатты да және айтты: тез шық, достарың Ақшыңда ұсталынды. Тек сен сол жаққа барма. Сен мені естідің бе? Жарайды, жауап берді қыз және бірден Ақшыңға жүгірді. Ақырын қалың шөптің арасынан өтіп, тордағы достарын көрді. Ол өз-өзін ұстай алмай, торға қарай жүгірді де сыбырлады: сарбаз ағай, аңшы ағай, торға отырғаныңыз қалай болды? Бұл жерден тез кетіп қал, ашул жеңілмейді, деді сарбаз. Дәл осы сәтте әдемнің қолындағы раушан қызарып кетті. Жоқ, оны жеңуге болады, қыз қуанып айқайлады. Кімді жеңуге болады? Мені ма? Кенет достарымыз ашулдың айқайын естіді. Қыз не істеу керектігін тез түсініп, Ақшыңнан қашып жөнелді. Бірақ ашул оның қашып бара жатқан жолын бірден жауып ырылдады: қайда жүгіріп барасың? Сен маған керек боласың. Мен саған әдемі үйшік жасаймын. Сен маған ән айтасың. Мені күлдіресің. Сол үшін мен сені тамақтандырамын. Ал сен мені күлдірмесең, тіпті тамақ тастамаймын. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ашул әдеммен сөйлесіп жатқанда, қырт ақырын ағашқа өрмелеп, үлкен жаңғақтың бұтағын кемірді де, жаңғақ ашуланған ашулдың басына тура түсті. Ашул құлап, маңдайы ісіп қалды. Қыз шүберекті сулап, ашулдың ауырған жеріне салып, бір уақытта сөйледі: ешкім сені аямайды, барлығы қорқады. Сабыр бол, ашуланба. Нәзіктікке үйренбеген ашул көзіне жас алып сөйлеп те кетті: маған не істедің, қыз? Мен тіпті жаман болғым және зұлымдық жасағым келмейді. Неге зұлымдық? Оның орнына мені тап деген ойынды ойнамаймыз ба? Мен ойынды қалай ойнайтынын білмеймін, деп жауап берді ашул. Мен сені үйретемін, бірақ бұл ойынды екі кісіге ойнауға қызық емес. Ендеше бәріміз бірге ойнаймыз. Ашул осылай шешіп, тұтқындарын босатып жіберді. Міне, осы қызық ойыннан үлкен достық басталды және зұлымдық жойылды. Мұны қарттар айтады, олар анық біледі.